Жыл басынан бері Ақтауда 11 адам қандалаға қарсы удан ажал құша жаздады. Былтыр 10 оқиға тіркеліп, 3 адам қайтыс болды. Оның 2-і бала. Мамандар бәсекелестік ортадағы жекеменшік мекемелердің және тұрғындардың мәселеге салғырт қарайтынын айтады. Базардағы улы препараттар емін-еркін сатылады. Одан қалса көп қабатты үйдің кей тұрғындары қарапайым ережелерді сақтамайды. Бәрінен де көршілеріне ескертпейтіні күрделі жағдайларды туындатып отыр. Жылдар бойы ақтаулықтарды зар илетіп келе жатқан қандаладан неге құтыла алмай әлекпіз? Бұл жәндіктің ерекшелігі мен көбеюі және таралу жолдарын зерттеп көрейік. Ақтаудағы 4-ші шағын аудандағы 57-ші үй. Мұнда осымен 2 отбасы қандала уынан ажал құша жаздады. 2 оқиғаның да желісі бірдей. Қос тұрғын да үйін зиянкес жәндіктен улаймын деп көршісіне залал келтірген. Ал 12-ші шағын аудандағы 62-ші үйдің тұрғыны арнайы мекеменің көмегіне жүгінген. Бірақ қауіпсіздікті соңына дейін ескермей, бір тәуліктен кейін пәтерін желдетіп, тазаламастан ұйқыға кеткен. Сөйтіп ауруханадан бір-ақ шыққан. Жарнамадан көріп, шақыртып, сол үйін улатып, бір тәуліктен кейін барған, бірақ жаңағыдай химикаттың иісі несі кетпегесін оларға әсер еткен түнгі мезгілде. Енді бұл жерде айта кету керек, жыл басынан бері бұл 4-ші шақырту. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Баспанасын өз бетімен залалсыздандырам деген тұрғындардың кесірінен былтыр өңірде 10 оқиға тіркеліп, 3 адам қайтыс болды, ал жыл басынан бері 11 адам зардап шекті. Покупают препараты, ядохимикаты, которые реализуют. Соңғы кезде Ақтау қаласының тұрғындары қандаламен күресті өз бетімен жүргізеді. Яғни базардан улайтын дәрі-дәрмек сатып алып қолданады. Көршісіне ескертпейді. Осылайша қарапайым ережені сақтамайды. Нәтижесінде адамдар өздері зиян шегіп жатыр. Негізінен зиянкестерді улауда арнайы мекемеге маманға жүгінген жөн. Қалада улаумен айналысатын 8 мекеме бар. Сақтансаң ғана сақтайды демекші, мекемеге жүгінгеннен кейін де көршілеріңізге ескертуіңіз қажет. Бұл істе аса мұқият болу керек. Базарға барып, қандала улайтын дәрілерді іздеп көрдік. Таңдауыңызға қарай түр-түрі табылады. Сауда орындарында қандалаға арналған дәрінің түр-түрі бар, яғни барлығы да ашық түрде сатылуда. Олардың әсері де әртүрлі. Сондықтан мамандар препараттарды қолданбастан бұрын арнайы ережемен танысып алған жөн дейді. Иә, ережемен таныспаса болмайды. Себебі улайтын дәрінің өзі күшіне байланысты 1-ші, 2-ші, 3-ші санатқа бөлінеді екен. Одан қалса егін алқабы, ғимараттар мен тұрғын үйге арналғаны бар. Басына бәрі үйге алып жатыр. Үйге. Мен сұрайым, жер ма, қалай ма деп. Бәріне айтамыз, келген адамға. Мына жерінде инструкция бәрі жазылып тұр негізі. Мынада бәрі, мынада қағаздары да бар. Сол бәрі түсіндіріп айтамыз. Улаған кезде бірінші үйдің ішін жабасыз. 1-2 сағатқа үйде, мұнда жазылып тұр қазір. Неше сағатқа кететін, сутка кететін. Сосын айтамыз, бәрін бүтеп, көршілерге бармасын, нелерін бәрін, штрафарын бәрін бүтеп, как положено, скотчтау керек. Содан кейін көршілерге айту керек. Улағанда ең алдымен көрші көлемге ескерту шарт. Дезинфекциямен айналысатын Каспий қызмет мекемесінің өкілдері осылай дейді. Мамандар 2 жылдан бері 500-ден аса үйді улаған. Бұл жұмыс жауапкершілікті талап етеді. Улайтын дәріден бұрын арнайы киім кию қажет. Қандаланы улау үшін арнайы киім киесіз, содан соң қолғап киесіз. Арнайы көзілдірік қажет. Содан соң көмір фильтрі бар, маска қажет. Не үшін көмір фильтрі бар, маска қажет? Удың иісін сүзіп алу үшін. Негізінен эпидемиологтар ақшаны үнемдемей арнайы мекемеге жүгінген жөн дейді. Мамандар 1 бөлмелі үйді 15 мың теңге, 2 бөлмелі үйді 18 мың теңге, 3 бөлмеліні 21 мың теңге, 4 бөлмелі үйді 24 мың теңгеге улайды екен. Көбіне тұрғын үйге санаулы дәрілер ғана қолданылады дейді олар. Көп қабатты тұратын үйде ол кез келген уды пайдалануға болмайды. Агран мен циперметин ондай қатты әсер етпейді. Көршілерге біздер вентиляция жолдарын скотчпен жауып тастаймыз. Көршілерге ескертеміз, міндетті түрде сол подъезде тұратын, жоғарыда, төменде, екі жағында тұратын көршілерді. Ал одан
басқа уды біз пайдаланбаймыз. Қанша уды пайдаланса да, олар тығылып қалып, терең ұйқыға кетіп, қайтадан шығуы да ғажап емес дейді биолог Гүлнұр Дәуітқызы. Жалпы әлемде қандаланың 40 мыңнан аса түрі бар екен. Қазақстанда оның 40 түрі кездеседі. Ақтауда 2 түрі кең таралған: төсек және жиһаз қандаласы. Бір жұмыртқалағанда 500-ін туады. Қанмен қоректенетін паразиттердің белсенділігі түнгі уақытта артады. Жәндіктің орташа тіршілік ету уақыты 14 ай. Негізінен суықтан қорқады. 50 градус аязда ғана өледі. Неге ақтаулықтар қандаладан құтыла алмайды деген сұрақ сізді де мазалап отқан шығар. Мұның да жауабын білдік. Сөйтсек, олар жылы ауа райын қолай көреді екен. Тез бейімделіп, тез көбейеді. Шаққаны болмаса, адамға аса зияны жоқ дейді биолог. Кейбір түрлері терге жұққан кезде бір-біріне терінің астына, нәзік терінің астын қазу арқылы жұмыртқаларын тастап, сондықтан терде қышыну белгілері көбейіп кете береді әр жерде. Сыртқы көріністері тек қышу сондай белгілер болмаса, ондай температура, жүрген ондай белгілер болмайды. Дегенмен қандаланың өзі шыбын-шіркей, маса тарақан сияқты зиянды болмағанымен, оның уы талай жанның денсаулығына залал келтіріп, тіпті өмірін қиды. Оқиғалар жиілеп бара жатқандықтан, ақтаулық мамандар дабыл қағып, химиялық қауіпті құралдардың баршаға бірдей қолжетімді болмауы қажеттігін алға тартты. Осыған орай денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен қызметтердің сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті жәндіктерді өлтіруге арналған улы химикаттарды сатуға шектеу қойып, қаулы шығарды. Жаңа ережеге сәйкес, 1, 2, 3 санаттағы қауіпті дезинсекция және дератизация құралдары сатылмайтын болды. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Сәбит Амангелдіұлы, Апта ақпарат.